Үлкен бір сауда үйінің 30 жыл директоры болған апай Евразия телеарнасында пендеміз ғой деген хабарға келді. Мен соған сарапшы болып бардым. Сонда апай 30 жасында жесір қалған бір ұлменен. Енді алматылықтардың бәрі баласын орыс класын оқиды, баласы орыс класында оқыған, орыс класын бітірген қызға үйленген. Ол кісі пенсияға шыққанда келін холодильникке жазып қояды екен: "Ей, ит, ашпа тоңазытқышты" деп. Сөйтіп сол кісіні қарттар үйіне апарып тапсырған. Сонда ана баласына телефон соққанда, баласы бір министрлікте департаменттің бастығы, келіні бір министрлікте департаменттің бастығы, екеуі апарып шешесін қарттар үйіне тапсырған. Сонда баласы келмеді хабарға. Қоңырау соққанда айтты: "Что она вам наговорила" деп. Сондықтан өзіңнің қарттығыңда рахаттанып, немерелеріңнің алдында отырғыларың келсе, бүгін мысалы біз құда болып барған жердегі құдалар қандай рахат, шөберелерінің тойын көріп отыр, төрде отыр ақ орамал тартып. Ал орыс класына баласын бергендер қарттар үйінде отыр. Сондықтан балаларыңды ешқашанда мансап үшін орыс тілінде оқытпаңдар. Орыс тілін онсыз ақ үйреніп алады. Оған деген қажеттілік былай. А қазақ мектебіне бармаған бала орыс класын табалдырығын аттағанда оның көкейінде еға пайда болады. Өзінің ұлтын, өзінің тілін менсінбейтін. Сондықтан адасып балаларын орыс класына бармаңдар. А қазақ класына барған бала, ол қазақшаны да біледі, орысшаны да біледі, ағылшынды. Мысалы Димаш Құдайберген. Димаш Құдайберген сияқты балалар қазір жеткілікті. Ол енді әнші болғаннан кейін жұртқа таралып кетті. Сонымен бірге оқыған қазақ мектебінде бітірген балалар қазақша да сайрап тұр, орысша да сайрап тұр, ағылшынша да сайрап тұр. Сондықтан бүгінгі күні баласын орыс класына бергенде, мақұл балаң ағылшынша оқып $10,000 алатын айлық тапсын. Орыс класына барып $5,000 алатын айлық тапсын. Қазақ класына барып 200,000 алсын. $10,000 тапқанында, $5,000 тапқанында баратын жері 2 метр жер мен 20 метр мада. А сен ұлтың үшін не істедің? Абай өзінің 38-ші қара сөзінде айтады: "Өзің үшін өмір сүрсең, өзі үшін өмір сүр" деп айуанның бірісі дейді. Ұлтың үшін өмір сүрсең, онда сен Алла сүйген құлсың дейді. Алла сүйген құл бол.